Дәл қазір өзін өзі тану пәнінің мұғалімі Эльдар Сандыбаевич әңгіме сағатын жүргізіп жатыр. Оған 7-ші сынып оқушылары қатысуда. Олай болса, бірге тамашалайық. Өзбекстанның рухани адамгершілік білім беру бағдарламасының авторы Сара Алпысқызы Назарбаеваның туралы бейнебаянды тамашаладық. Сара Алпысқызы Назарбаева өзін-өзі оқулығының бағдарламасын ойлап тапқан. Аталмыш әңгіме сағаты өзін-өзі тану сүйіспеншілік пен шығармашылық педагогикасы 10 күндік аясында ұйымдастырылды. Онда негізінен өзін-өзі тану бағдарламасының авторы Сара Назарбаеваның өмірі мен қызметі туралы сөз болды. Оқушылармен сүйіспеншілік өмір негізі атты әңгіме жүргізілді. Әңгіме барысында жалпы адамзаттық құндылықтар туралы айтылды, және де қоғамға қызмет етудің мәні, мағынасы туралы түсінік берілді. Сабақ өте қызықты өтті. Эльдар Сандыбаевич тақырыпқа сай кітаптармен таныстырды, әртүрлі дәйек сөздер келтірді. Сара Алпысқызының өмірбаяны туралы шағын бейнеролик көрсетілді. Оқушылар сұрақтарға жауап беріп, шығармашылық жұмыстар түрінде шағын қойылымдар қойды. Сабақ соңында рефлексия ұйымдастырылды. Балалар өздерінің алған әсерлері туралы ой-пікірмен бөлісті. Біздің аға Эльдар Сандыбаевич бізге ашық сабақ өткізді. Осы сабақтан кейін біз сүйіспеншілікті арта түсеміз, қамқор бір-біріне бола бастаймыз.